Мен Тұрсынбек Алшынбай, Қазақстан Республикасының азаматы. Мен Қазақстанның Ресейге қосылуына қарсымын. Түбегейлі қарсымын. Я Бультриков Тимур Рамазанович. Я против присоединения Казахстана и России. Мен Силхан Сайлауұлы, Қазақстан мемлекетінің Ресей Федерациясына қосылуына түбегейлі қарсымын. Алға Қазақстан. Мен Қазақстан азаматы Дүйсенбек Әбдікәрімұлы, егеменді еліміз Ресейге қосылуға қарсымын. Мен Қазақстан азаматы Тұрсынов Бейсенбайұлы. Қазақстан мемлекеті Ресей Федерациясына қосылуына түбегейлі қарсымын, және де қарсымын. Алға Қазақстан. Армысыздар қадірмен қазақ халқы. Мен Алға Қазақстан бастамашыл тобының мүшесі Қуанышбай Ермек Байжанұлы боламын. Елімізді 30 жыл тонаған елбасымыздың туындысы қазақ халқына қарсы әрекеттің бәрінің бастамашы болатын қазақ халқы үшін зұлымдық ошағы Ассамблея народов Казахстана деген ұжымды таратуына ұсыныс жасаймын. Қазақ анасы ретінде биліктен, жүйеден, Тоқаевтан талап етемін. Қазақ мемлекетінің, Қазақ Республикасының, оның ішінде қазақ халқының Ресей құрамына қосылуына үзілді-кесілді қарсымын. 100%-ға қарсымын. Ұрпағымның дүбәрланып орыс болуына, орыстың ықпалында өмір сүруіне, ұлы қазақтың ұрпағының тәуелді болуына қарсымын. Мен сияқты бүткіл қазақ аналары да қарсы ғой деп шешемін, қарсы ғой деп түсінемін. Себебі қай жерде отырсам да, көлікте, автобуста кетіп баратсам да, базарда жүрсем де, көшеде жүрсем де, улаған, шулаған қазақ Ресейге қосылуға қарсымыз деп. Тоқаев, неге бізді қазақ халқын сасық орыстың сасық қолтығына тыға бересің? Жерімізді, бүткіл байлығымызды, космодромымызды қала берсе, үлкен объектілерді, қазақ жерінің полигондарын барлығын Ресейге қазақтан рұқсатсыз, менің рұқсатымсыз, қазақ аналарының рұқсатынсыз, қазақ деген ұлы халықтың рұқсатынсыз ойыңа келгеніңді істеп беріп тастадың. 36 жылда Назарбаев пен екеуіңнен көрген қорлығымызды ешқандай мемлекеттен, ешқандай биліктен көрген жоқпыз. Сендер халық жауы болдыңдар ғой. Қазір апарып атып тастасаң да айтарым осы. Штрафқа көмгенше халықты неге анау дивидендімізді бермейсің? Жер байлығы, жер асты байлығынан түсіп жатқан. Қазақстан қарызға тығылатын мемлекет емес. Қарызға сендер мәжбүрлеп тығып отырсыңдар. Ел басқара алмадыңдар. Босатыңдар орынды. Жастар істесін, босатыңдар. Ақ үйді босатыңдар. Арамтамақ болғанды тоқтатыңдар. Халық шаршады сендерден. Бір осмийдің өзі, грамының өзі $200,000 тұратын осмийдің өзі қанша тұрады? Қазақ балалар құлдыққа шегіліп кетті қазір. Құлдықта емес, арабтар сияқты өмір сүретін халық біздің ұрпағымыз. Жер асты байлықты Тоқаев пен Назарбаевқа берген жоқ Құдай. Құдай оны қазақ деген ұлы халықтың ұрпағына берген. Оны бабаларымыз қан кешіп жүріп қорғап, бізге мирас етіп, аманат қылып қалдырған. Ешқандай орыс тілін қолдамаймын. Ешқандай орыстың бодауында болып, Ресей мемлекетіне қосылмаймын.